Сәлем достар, бүгін сіздермен алмамен жасалатын оп-оңай пирогтың рецептімен бөлісемін. Бізге керек жұмыртқа, ұн, қант, сары май, алма, қамыр қопсытқыш. Жұмыртқа мен қантты 5-10 минуттай миксерлейміз. Жұмыртқа ағарып 2-3 есе ұлғаю керек. Ерітілген сары майды қосып миксерлейміз. Електен өткізілген ұн мен қамыр қопсытқышты қосып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Видеода көрсетілгендей алманы жіңішке үккіштен өткіземіз, немесе майдалап тураймыз. Алманы қамырға қосып, астынан жоғарыға қарай араластырамыз. Форманың астына пергамент қағазын төсейміз, шеттеріне май жағып шығамыз. Енді қамырды салып, тегістеп, қызып тұрған пеште 180 градуста 50 минут пісіреміз. Міне біздің керемет алма қосылған пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі жұмсақ. Алма майда болғаннан тіптен жұмсақ болады екен. Түсіне қарасаңыз корица қосқандай, бірақ корица қосылмаған. Бір қоңырлау, әдемі болып тұрады түсі. Енді осы пирог үйдегі бар затпен және тез оп-оңай жасалады. Аяқ асты үйге қонақ келгенде жасап жіберсеңіз өте керемет болады. Лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.